Әлеуетті ақынымыз Рүстем Қайыртаев Алматы қаласы. Екеуі де болмайды ғой, екеуі де күшті. Бүттері ғой. Kurtulup mazaktan da yakın azaptan da Мың тәуір жеткен еліміз азаттан да мәңгілік маңдайыңа жазсын елім осынау ғайып қылмай ғажапты алла түйенің ішегіндей шұбыртпай-ақ қысқа нұсқа сөйлеудей ләззат бар ма ассалаумағалейкум деп алайын жиылып бұ жақтан да о жақтан да әшкейі бар бұйрамас біреу шықса қолдауға дайын отқан қазақтарға біз қазақ қыдыр елміз қазір елміз сақ пен құмнан қап кеткен үзік елміз санымыз сәл қысқарақ болғанменен тарихының тамыры ұзын елміз көптен бері туымыз көп болғанмен көбіміздің ішіміз қызыл елміз Қытайды аса тәуір көрмесек те тауарына кезекке тізілерміз осы кейде орысқа ренжіп алып тілдеріне ниеті түзу елміз біз әйтеуір ешкімге ұқсамайтын дауласуға қанытын қызу елміз Шыңғыс ханды қазақ деп бет жыртысып қандасы моңғол дейтін қызық елміз кербелдәмді көп татып ашты менен аштығын білгізбейтін қасқыр елен аса діндар емеспіз арабтардай теңізге де түсетін тәспіменен тым шаруақор емеспіз өзбектердей тәжмахалдай бүйсалар тәшкіменен жанкешті де емеспіз жапондардай жол салатын теңіздің астыменен үнемшілді емеспіз еврейлердей ақша тапсақ шашамыз пашкіменен ауырсақ неміз құсап доқтыр емес балгерге көпселеміз бақсыменен мен бірақ мейлі қандай болса дағы қазағымды жанымнан жақсы көрем домбырам күндіргеймен жыран екен Шыңғыс хан дәуіріне куән екен алтыннан жасалған бұл домбыраға артатындар көбейді кінәм екен бабалардың аспабын апырайы алтыннан құйып қойған күнәм екен Наполеонның едігі Европада теңгемен 50 миллион тұрады екен аяққа кигенінде көрдіңдер ме төбеге көтеруге құмар екен етіп деген жатпайман босаға да домбыраның төр ғана тұрақ екен төрдегі домбыраны құрметтесек рухани қабырғамыз сынам екен бұл деген тарихымды құрметтеу ғой деп түсініп мың жылдық мұрам екен домбыраға жау болып жүргендерге осыны айтар біреу шығам екен күз күйтіп Наполеонның етігімен май құйрықтан бір тепсе оғам екен жаныма жайғасқан жан кім секілді қып-қызыл боп алып алаулап қыз отыр ғой батысқа барып батқан күн секілді бұл қыз өзіміздің жансая ғой ұлттық қорда сақталған пұл секілді мусинадан қорқады біраз ақын тышқаннан қорқатұғын піл секілді батыстың батыр қызы қалың қалай тасты жарып өсетін гүл секілді қадірлі жан болама кәрі өмір жанда қанатта мақтап кетті жансаяға берілді бағағандай басқа біледі қыз сыйлауды қазақтың жігіттері қаранардай ол өйткені анаңды сыйлағаның азамат болсаң дағы абадандай бірақ та айтыс болғаннан соң көрермен шайқас кетіп қарағандай есіп сәл түртіліп отырмасаң шынымен қайтқан менден қамал алмай жансая айналайын уайымдама
ауыр сөздер айтпаймын саған ондай, ауыртпай десең ғой аталарым кемпірін киіз орап сабағандай Шансылармен қайтсын егізесің, сахнада дүлдүлгендей сөз ілесің. Ақселеу Сейдімбектен оқып едім, қартаңшының естелік шешіресің. Нағыз қыран түлкіні бүрген кезде бүтіндей демейді деп өзілесің. Тілін ғана жейдеген сол түлкінің ең тәтті тоятау деп сезінесің. Мен Алтайдың қыраны сен жалсая, түлкідей айнал екен дегізесің. Ашығып қызылсырап жүргенімде апырай қарсы алдымнан кезігесің. Сіздің бірақ тіліңіз ашық емес пе, қыранға қай тәттіңді жегізесің айнал. қалсын деп. Нұрланбай, сахнада жүзің нұрланбай, адымыңды ашсаң түсіріп, алдымнан қақпан құрғандай, бір түрлі қарап отсын ғой, жансаян емес жаныңнан жалмауыз көріп тұрғандай. Айыстағы сән шырай
аяғым шайырмын деп тұрғандай ақ қараны айырғым кеп жан саяшыменен айлады ғой байқаған адам ғана жайын білмек қардағы түлкіге мен теңеледім судағы шыға келіп жайынмын деп судағы жайын деген теңел болсам шығады жағадағы қайынмын деп жағадағы қайын десем құдай біледі аспанға шығып кетеді айынмын деп қалқама биеңіз бұлай жүрсе кім ұстайды қолым жетсін өзіңе сайылмын деп кішкене майысымды үйренсең үшін қорықпай жайымын деп айымын деп жұрттың бәрі жұбанға айқаладым айым болсаң айқасқа дайынмын деп айқай жігіттер бір емес үш жұрт бар шығар әрқайсында қасиет құт бар шығар бауырың азаттықта істейді деп демеген көңіліңде дық бар шығар сондан осы оралға күйеу бала жұбайы ажайықтан шыққан шынар азаттықта оппозиция пікір айтса жаман айтпай жақсы жоғын ұққан шығар келіншек өзіңнің сіңілің ғой қанында қайсарлық пен рух бар шығар менің інім бұрын мендей момын еді тентектік сырттан келген ықпал шығар сырттан басқа бәрі шығар келуші кіші қыздың қызынан жұққан шығар сөйлейтін халықпыз ғой зерделеп тұрып тілменен тау шөктіріп көз кептіріп мемлекетті деген сөз бар қазақтарда қоғамға алған қазір дендеп кіріп мемлекетті директор болып көрейін деп жүрген көп еңбек етпей терлеп тұрып мемлекетті режиссер болып көрейін деп киноны әркімдер үшін еңбек ермек қылып мемлекетті деп жол салған мердігерлер асфальтты жүр жыл сайын жөндеп тұрып мемлекетті де дәрігер болғандарға дертімді менде жүрмін емдеттіріп міне сол мемлекеттінің кесірі ғой қоғамда тұрған біздің келтеттіріп етікші егін егіп есірік емес жылқышы жарылқамас көйлек тігіп әр адам әлін білген аяз бидей жүрмесе әлінесе еңбек қылып мемлекеттің түріне мына біздің түбінде жетеді осы мемлекеттік айқай нақыштығып тілім айтпай тігісін жатыстырып ат үсті деген сөз бар тағы да мектепке ал кеткен қазір оқыстырып ат үсті жазылуда көп оқулып оқушының шығысын батыс қылып ат үсті байқаулар бар балалардан ақша жинап алатын қатыстырып ат үсті салып енді туалетті қорқаулар кетіп өткенде жатес қылып ат үсті сөйлеседі кей мұғалім қазақты жалқау надан тақыс қылып ол бала алаш емес өседі ертең арманын Европамен ақш қылып болашақ атқамінер жігіттерді шымақ кезде жіберсек шатыстырып олар ертең атынан түсіреді ағайын мектептегі ат үстіні байқай қазақтың қан таза елдеп білем қадесін тез түзейтін ертеп білем баяғы рухымды қайта тапсам дүрілдетіп жіберерім жер көкті мен тәуелсіздік мәңгілік болар еді ау құтылсам ат үстімен мемлекеттен айқайым тоқтатар сырғи қашқан адам түгіл алым жер жылжиды аспан жақсыны тірісіне жақсы дейін қояндай көре бермей қырғи қосқан ағайынмен таң қалдым бір жағдайға ғалымда ел білмейтін тұңғи қашқан қазақтың димаш дейтін данасы өткен қадамы жоқ адасып білмей басқан ең бірінші сұрапты ел қалай деп кездескен таныс туыс ылғи достан 93-тің жазында көз жұмғанда бар қазақ шығарыпты шың қимастан 9 ай өткеннен соң 94-ті дүниеге келіпті бір димашан өсіргені тамсанып бүткіл дүние ол ән салса жер түгел мүлгиді аспан қазақ тілін танытты халықараға
мирастан. Дәстүрі домбырасы өздігі бар, қазағым айырылмас бұл мирастан. Әр ғасырдың басы мен аяғында Құдайым беріп тұрса бір Димаштан. Жұртым әлі, әзір айтпай болмайын шын кінәлі. Әзір қарап отырсаңдар, қозғалыңдар сол кезде үстінде жолғынады. Жансая сен киетін сәукеле бар, бақытына деп білем ұмтылады. Қыз дегенің кәдімгі қызыл гүл ғой, суғара берсең онды құлпырады. Ал ағайын ішіңден әминдеңдер, жәкеңе тілек айтар бір дуалы. Арғы адам абай ғой, қайткенменен дұғаң қабыл болып кетер мүмкін әлі. Тышқан жылы ес-түссіз өліп талып ғашық болсын. Азаматтың кездесіп бір туары. Елшіні ғашық болса әр кетсе, ән туады немесе жыр туады. Қыздың ғашық болғаны өте қызық, қыз туады немесе ұл туады.
баяғы ағашыммен ән саламын. Ол үшін сендерменен қырылдым деп одан кейін өзімді қанжайладым. Ақындар қу дүниеде қырылмайып, бірлікпен жанаданып жанса бағын. Ешкімге пайдасы жоқ жаман алтын, өзінде қала берсін жансаяның. Жансая жауабын бір күліп береді. Үйімнен темекінің иісі шықса, ел досым бір нәрседен үміттенеді. Әй жәке, мен оныңды қолдамаймын. Ондайларды қазағым нігіт демек. Темекі тартатығын жігіт келсе, ой ол сенің қай жауыңды жығып береді. Өзіңдей кіші жүздің батыр қызын қандай жігіт бақытты қылып береді. Жайықтың жансаясын жеңу үшін денсаулығы темірдей жігіт керек. Есімде шатырлап саламаймын. Оралда өлгенімді қаламаймын. Қалайдың қаламаймын сен емес қой. Бұйрық келсе алдарына қарамаймын. Дәл қазір өле салам деп айтып ем, бірақ оны батырлық санамаймын. Ой жәке, менің әлі арманым көп. Қалай ел кәдесіне жарамаймын. 100% қазақ тілде жұрт сөйлесін. Оған ел ешбір бақытты баламаймын. Қазаққа бізден мықты ел жоқ деп бағалаймын. Әр қазақ баспаналы болған күні өзім арманыма жеттім деп шамалаймын. Өлімге өлу әлі ерте маған. Жауабымды осылай саралаймын. Ал енді дегеніңе әнәнайным, бередіғын жауабын әнәнайным айтпасам армандағын жанашайды. Құт жемеген бәйтерек құламайды. Ұлт әке секілді болып кеткен өз басын қадірлейтін нұрағайды. Халық деген сәби ғой, сәби деген себепсіз көздің жасын бұламайды. Ең бірінші қарны тоқ болса, оның аспаннан айда бер деп сұрамайды. Екінші киген киім бүтін болса, сызы суық дейіп сұламайды. Ал үшінші көршінің балалары асырын тартып алған ұнамайды. Бесінші басқаларды еркелетсең, өгей есіктен сығалайды. Бесінші аналары зарлап жүрсе, жасқа бетін жүрегі жыламайды. Осыны аманат етем патшамызға, астары ұққан адам сыналайды. Аналар күліп жүрсе білетінім, балалар ешқашанда жыламайды. Шытынаса қайтадан құралмайды. Азғалыққа болмайды, бөлінуге қадырдың сөзінен көп бұғалмайды.
Шымкентті қысасың деп шымшылаймыз, бос жүріп бейғам өмір сүре алмайтын. Наймандарды қусын деп түрткілейміз, шайтанды тексеңдер деп шын алдайтын. Түрлі анекдоттар ойлап тауып кететіп әлемді жоқ шығармайтын. Аңқау, жалқау, қорқақ әлемде бар, телазарда табылар тіл алмайтын. Амалмен адамдар бар, бір кемісті бір кеміске тықпаса жүр алмайтын. Бізге де ел қайнап керек қазір, руым емес ұлтым деп ұрандайтын. Бірін-бірі көре алмау былай тұрсын, бірін-бірі көрмесе тұра алмайтын ай. Қазақ қалың елім, қауырманым, азаттық емес мені бар арманым. Қазіргі телерадио газеттен-ақ байқайсың біздің елдің жаңарғанын. Советский Союздың сөз бастайтын ел ұлтты радио бағанларын. Бетінде социалистік Қазақстан тұратын Москвалық жағандарын. Ол бүгінде егемен Қазақстан бетінде өз патша, өз қағандарын. Ленин жыл жазып жол берді жасалашқа, әлгі шалдар жылдыратты табандарын. Айқын қазақ елдегі ана тілі, руханияттың тігіп тұр жалауларын. Мақтаса да мақтайды өз патшаңды, телеарнаның қасқасы хабарларын. Айқайдан ақиқатты айталады 31 кітабай каналдарын. Әрбірінің төрінде сәуле шаштық, әрбірінің төрінде сұңқылдап тұр. Асыларына барын айтып хабарларын. Қазақстан арнасы күндіз-түні тек қазақша таратқан хабарларын. Бұлда болса арқасы азаттықтың жаңалық көрер кезде жанарларын. Көзіңе қызыл жұлдыз кіремін емес, көк күмбезі көрінсе ауырғаның Қырғынан мен Оралдан киіп көрдім. Киіпті келгенін ай сүйіп көрдім. Өйткені сол киіппен тағдырма сен мың тілген киіптерімін. Ел үшін еңіреген ерлерінің есінен кеп тұрған жігіттердің. Жауды көрсе қуанған жөлгілік Махамбет Исатайдай еліктердің. Соғысқа емен мінез ерлермен еліктей қыздарыңды қиып бердің. Оралда қазақтарға билет білен оралбектер киді биіктердің. Олармен қорқақпен тоқтандырай астында жатқан осы биіктердің. Қасымды сағындырған орал жері басылды жерге дейін иіп бердім. Аманның батыстағы киер үлгі мекені киіктермен шиіттердің Gülaşamız. Cansaya benim tutan bulaşan bu cahında kanmayı sorasanız. Yıl gelinin abdesi koy. Unasanız geldiğinde unasanız. Kulabala gözüne kol kasalar. Kulaşa korun dışıdasanız. Kız olsa gelip kaldı kılıç deyip қосылып қайраға қарасамыз. Алдымды берменінде отырсын ғой, қалапта тұрған жоқпыз мұнасамыз. Тым құрса естелік қымап кетейін, бір ән салып бер маған құдаша қыз ай. Kaldı gelim kaymanam, kala
Ошай елім еткен жанатында, әнай дауыстың тарапында, қарыз болып қалмайын кәне қылып, қалайын заманауи санатында. Спасибо, Рустам Хайртаевич. Спасибо. Поздравляем.